Дурачим, да, ақша bulmadım. Мына Саға ауылының тұсындағы Айдар бабаның белгі кесенесіне келдік. Сол жерде мына жерде ескі қорымдары бар. Қарап шықтық. Құлпытасы таба алмай жатырмыз әзірге. Бірақ мына шекті таңбасының белгісі тұр. Тасқа қашап кеткен. Қазір енді тағы да ар жақтардың бәрін қараймыз. Al gittik. Мына Тама руы Жабал тайфасы Қалматай Шожарқұл баласы, Азынабек баласы, Тәт 13-те вафат 1854 жыл. 1854 жылы жаздырды әкесі. Баласы жаста кеткен екен, әкесі жаздырды. Мына Таманың таңбасы. Таманың жабалы. Таңбасы олай бітім ғой? Айдар баба кесенесінде. Алдабай кетті. Сағаның жағасы ғой, Иә. Сағаның жанында Тұрда? Саға мен жемі өзінің Иә. Әл-Мархум Әл-Махфур Садақал, мына жер көрінбейді, Садақал Алла деп тұр. Құранның іші бар. Мына Құранның бір сүренің аяттың сөздері. Мына жерде енді кішкене мына сыныққа түскен, енді бір кішкене жобалап мынау жасалды алма, сондай сөз енді анық оқи алмайтын, мына сынғаннан кейін үстіне кәріп шашат тұр. Енді Алқазы деген ба сондай мына жер. Сосын енді мына жер Алпашқайыр ма? Или Алпашқай. 1818 санада Хамалда. Хамал деген ай. Хамал қай айсың? Ай мен теңіңнет тұр ғой. Айын. Бұрынғы ескі адамдар Хамал деп, Хамал айында деп айтатын еді ғой. Хамал айын. Сол енді басқа мына жерде ашып жатырмыз енді. Жазу көрінбейді. Жазу көрінбейді, таңба жоқ. Екі жағынан бір ою өрнек салған сияқты. Әйел адам ба? Осындай. Бұл жағында ешкі банқанын өтіп. Таңбасы оғанда, таңбасына қарап. Сосын да несіне шешемі? Қосып қойшыша, шырақ жағатын. Сосын мынаның үстінде мынадай ойық болады. Мынаған енді шырақ жағып, кейінше нететін болған. Келіп шырақ жағып тұратын болып тұр ғой сонда адамдар. Ол кезде бір майлар бар, ұстанып нетіп тұрады. Сондайға неткен. Көп құлпытастардың үстінде болады осы. Сол. Жалпы ескі. Бірақ ең ескі құлпытас енді осы жерде кездесіп жатқан. Сынып жатыр. Тәмші ақсақалдың қасындағы ескі бейіттер осы жерден тасқа шектің белгісін салып кеткен. Олай. Басқа құлпытас жоқ. Тағы да бір қорым табылды. Жаңа жыл поселкісінің
asты дәл. Сол тұста төбенің басы ескі қорымдар тастар жатыр. Ешқандай белгі жоқ. Басқа неғын бәрі жемтің суының бойы. Так. Bir belgi koyup bitken biri. Mağday. Yazımı yazılgan. Bismillahirrahmanirrahim değil mi? Şimdi kötü var balası. Klip bala değil mi? Klip baba deydi. O жерінде. Көне құлпас бармаған. Ескі қорымдар. Төбен. Міне. Азар руы. Кенегес тайпасы. Шала ұрпақтарынан. Мыналар былай бәрі тұсып. Тау. О да келемес. Неғын бәрі. Дай. Ескі қорымдар не. Жатқан тағда. Жан қарап мына құлпытасты іздеп жатыр едік. Мына жерде көмілген, даже жермен жексен болып көміліп қалған екен. Қазір бұны ашып қараймыз. Мына жерде құлпытастың еш жатына вообще полный көміліп қалған. Қазір қарап көреміз. Мына сарқаманың бойына келіп тұрмыз. Мына жерде бір 5-6 бейіт жатыр тастармен. Мына жерден бір 2 құлпытас шықты. Мынаның үсті жоқ, мына құлпытастың. Мына жерге кіретін тұсы, бұның да үсті жоқ. Енді мына құлпытаста шекті таңбасы. Енді мына сөздің бас жағы жоқ енді. Аслыма сондай. Ат жағында да жазу бар, бірақ жартылай көрінбейді, оқуға келмейді. Мына екінші құлпытаста үсті жағы көрінбей тұр. Мына жерде сары. Енді екінші жағындағы жазуында мынаның да жартылай үстінде қалған. Алмат па, сондай бірдеңе. Алмат, Уфат 42 жасында деген. Екі құлпытас табылды. Жаңа қазып алған құлпытастың жартысы. Бірақ бұл бас жағы ешқандай көрінбейді, еш нәрсе. Енді қалған несі көміліп жатыр, енді білмей жатыр. Бәрін қазатындай. Қазса мүмкін тауып қалар. Біз жаңа тоқа қорымына келдік. Мына жерде үлкен қорым. Мына жерде төбесінің басында. Енді мына жерден мына құлпытасты көрдік. Таңбасы қа сияқты. Енді мына жерде үсті оқылмай тұр. Мына жерде Аманша Мырза. Мына құлпытасты қойған Аманша Мырза.
енді арт жағында да тек қана қайтыс болған жылы жазылған 1876 санада деген. Ол басқа ештеңесі оқитындай жер жоқ, үсті жоқ. Мына құлпытасты оқып жатырық. Шекті руы Назар ішінде Кенегес тайфасы Жақып, бар па, астында тұр. Баласы енді мынаны екі нүкте, мынанікі болса қи ты у болады, қиту. Енді қисық деп те оқуға, мынаны сы болса қисық деп. Қисық баласы Мұхаммед Қали Мырза офат. Үште мына жер былай сызылған енді. 35 жас болады, яумаса 13 жасында. Қылдырды әкесі, есі. Мынау да қиту, яумаса қисық. Екі аттың бірі. Астында шекті таңбасы тұр. Артында жазу жоқ.